Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 2-ші сынып 74-ші сабақ. Бірінші есепте цирк аренасында үйретілген иттер өнер көрсетті. Оларда 5 қызыл доп, одан 3-і артық жасыл доп болды. Үйретілген иттерде жасыл доп нешеу? Бізде бірінші сұлбасын берген екен, және сол сұлбасына сәйкес шартында құрған екен, иә? Ол бойынша есепті шығарыңдар дейді. Бірінші қызыл доп бізде 5-еу, 5 дана, 5 деп жазамыз. Ал жасыл доп нешеге? 3-і артық, 3-еу деп жазамыз. Келесі шешуін табуымыз керек. Мына жерде сурет түрінде көрсеткен екен, 5-еу, ал жасыл доп осы қызыл допқа қарағанда 3-і артық. Шешуін жазайық. Егер артық деген болса, ол жерде қосу амалын қолданамыз. 5 қосылған 3 тең 8. 8 дана жасыл доп болады. Жасыл доп. Шешуі үйретілген иттерде жауабы үйретілген иттерде барлығы 8 жасыл доп бар. Мына жерде сұлбасында, мына жерге 3-і артық деп жазамыз. Ал сұрақ белгінің орнына барлығы сонда бізде қанша болады? Мына жерде барлығы нешеу деп жазамыз. Қызыл доп 5-еу болса, ал жасыл доп одан 3-і артық. Мына жердегі санды табу үшін барлығы, мына жерде санайық, қызыл доп 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Ал жасыл доп 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8. Жасыл доптың 8 екенін таптық. Ал барлық доптар бізде 8-ге 5-ті қосса қанша болады? 8-ге 5-ті қоссақ 13 доп болады екен. 13 доп. 13 дана доп екен барлығы. Келесі 2-ші есепке қарайық. Суретші 7 қызғалдақ пен одан 2-і артық гүл кекірегінің суретін салды. Суретші неше гүл кекірегінің суретін салды? Осы А пунктіне байланысты бізде есептің шарты құрылған. Қызғалдақтың саны 7-еу. Келесі одан 2-і артық гүл кекірегі. Мына жерге 2-і артық деп жазамыз. Гүл кекірегінің санын сұрап тұр бізден. Гүл кекірегі неше дана? Шешуі артық десе қосу амалын қолданамыз. 7 қосылған 2 тең 9. Демек жауабын жазатын болсақ, гүл кекірегінің суретін 9 гүл кекірегінің суретін салған екен. Суретші 9 гүл кекірегінің суретін салған. Суретін салды. Екінші есеп. Мына жер суретте де көрсетілген екен. Бізде гүл кекірегін санап көрейік. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-еу, 7-еу, 8, 9. Гүл кекірегінің суретші 9 гүл кекірегімен одан 2-і артық қызғалдақтың 2-і кем дейді. 2-і кем қызғалдақтың суретін салды. Суретші неше қызғалдақтың суретін салды? Гүл кекірегі бізде 9, ал қызғалдақ 2 дана кем оған қарағанда. Шешуін табайық. Егер кем десе, бізде азайту амалы қолданылады. 9-дан 2-ні азайтамын, тең 7 қалады. Шешу жауабы дейік. Жауабы
суретші жеті қызғалдақтың суретін салды. Қызғалдақ суретін салды. Мына жерде суретке қарап санасақ, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу екен. Осы суретке қарап отырып та есепті шығара берсек болады. Келесі үшінші есепке қарайық. Есептің шартын толықтырып, берілуін қысқаша жаз. Хайуанаттар бағында 3 ересек маймыл мен олардан екеуі артық кішкентай маймыл бар. Хайуанаттар бағында кішкентай маймыл нешеу дейді. Соны сұрап тұр бізге. Біз шартын жазайық. Маймыл бізде маймылдың саны 3. Ал кішкентай маймыл, к маймыл деп қояйын. Кішкентай маймыл екеуі артық. Кішкентай маймылдың саны қанша? К маймыл саны қанша? Шешуін табайық. Шешуі егер артық десе, қосу амалын қолданамыз. Яғни 3-ке 2-ні қосамыз, мәні 5-ке тең болады. 5 маймыл, 5 кішкентай маймыл. Жауабы хайуанаттар бағында 5 кішкентай маймыл бар. Келесі есеп бізде 4-ші есеп. 4-ші есепте таспалардың ұзындығын өлше. Түсі бірдей таспалардың жұбын салыстыр. Салыстыру нәтижесін жаз. Бізде мына жерде әрбір таспалардың ұзындықтарын линейкамен кітаптан өлшейміз. Және оның өлшеп болғаннан кейін әрқайсының үстіне сантиметр деп жазып шығамыз. Мысалға 5 сантиметр деген сияқты. Бұл жерде менде электронды оқулық болғандықтан менің өлшегенім нақты шықпайды. Ал сіздер өз кітаптарыңыздан өлшеп, линейкамен, сызғыштың көмегімен өлшеп, төбелеріне жазып шығамыз. Және түсі бірдей таспаларды салыстырамыз. Мысалға, мына қызыл түсті мен мына қызыл түсті таспаны салыстырамыз. Мысалға, мынау 5 сантиметр болса, мынау 2 сантиметр болуы мүмкін. 5 сантиметр және 2 сантиметр деп өлшеп және салыстыратын боламыз. Яғни 5 сантиметр артық 2 сантиметрден. Немесе 2 сантиметрден 5 сантиметрден деп осылай қызыл түстіні салыстырамыз, көк түсті таспаларды салыстырып, дәптерімізге жазып қоямыз. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз соңына жетті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.